Баршаңызға сәлем достар. Біз бүгін екі-ақ ингредиенттен дайындалатын үй жағдайында сыр дайындайтын боламыз. Ең алдымен астық қалың ыдысқа 4 литр піспеген сүтімізді құятын боламыз. Біздің сүтіміз міндетті түрде қолдың сүті болу керек, және де піспеген сүт болу керек. Енді сүтімізді ысығанша күтетін боламыз, және де өзіміздің қолымызбен тексеретін боламыз. Біздің қолымызға сүт ыстық болу керек, бірақ та күймеуі керек. Сондай кезде астын өшіреміз де, үстіне 9% уксусты бір қасықтан құя отырып, араластырып отырамыз. Уксустың орнына лимон шырынын да қоссақ болады. Уксусымызды әр қасық қосқан сайын жақсылап араластырып отырамыз, және де бірден барлығын уксустың құйып жүрмейміз. Және де қарап отырсаңыздар, уксус салғаннан соң осындай сүтімізде іртік болып пайда болады. Және де уксусты құя келе біздің сүт пен сары суымыз екеуі екі бөлек болып айырыла бастайды. Және де соған мұқият қарап отырыңыздар. Біреулерде мысалы 10 қасық құйғаннан соң уже сары суы бөлініп қалуы мүмкін. Бірақ менде олай бөлінбегендіктен уксусты одан көп құйдым. Міне қарап отырсаңыздар, біздің сары суымыз осылай бөлініп шықты, және де осылай жиналған сырларымызды алып, бөлек ыдысқа суын сығып салып отыратын боламыз. Негізі бұл сырға 8 және де 10 қасықтан артық уксусты құюға болмайды екен. Өйткені уксусты көп құйғандықтан менің сырларымның басы бірігіп, созылып тұрған жоқ. Мен сары су бөлмегендіктен шамамен 15 қасықтай уксус құйған болатынмын, бірақ та ол қателік болды. Сырларымыздың барлығын жинап болғаннан соң, сары суымыздың үстіне 2 ас қасықтай тұзды салып, жақсылап араластырып, және де оның астын жағатын боламыз. Сары суымызды жақсылап ысытып алатын боламыз. Және де осының үстіне біз жаңағы жинап алған сырымызды салып, жақсылап тұрып, сырымызды сары суға батырып алып, тағы да басын біріктіріп жинайтын боламыз. Мен өзім үй жағдайында бірінші рет осындай сыр дайындап тұрмын, және де сіздерде ондай қателік болмау үшін уксусты азырақ салсаңыздар болады. Бірақ дәмі бірдей болды, барлығының дәмі бірдей болды, және де сырымызды пиццаға қолданғанда кішкене болсын созылып тұрды десем де болады. Негізі кәдімгідей созылып тұру керек болған. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар, және де комментарий бөліміне қандай рецепттер менен күтесіздер, соны жаза отырыңыздар. Сырымызды осындай кішкентай ғана ыдысқа саламыз да, содан соң тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып қоямыз. Міне осымен біздің сырымыз дайын болды. Сырды нанға жағып, үстіне колбаса деген секілді заттар қойып жесеңіздер болады. Өте дәмді болды. Формасы дұрыс ұстамаса да өте дәмі ерекше болды. Сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Негізінде дүкеннен сатып алмай, осындай үй жағдайында сыр жасап жеуімізге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де қандай болғанын комментарийге жазып өтіңіздер. Сіздермен бірге болған Раушан.